Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы. Ақын, тарихшы, этнограф, шежіреші, аудармашы, ауыз әдебиеті мұраларын жинаушы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлына 165 жыл толуына орай «Мәңгілік ел. Қазақ әдебиетінің алтын арқауы» атты мәшһүр әлеммен сырласуды онлайн оқырмандар назарына ұсынады. Мәшһүр Жүсіп Көпеев 1858 жылы Баянауылдағы Қызылтаудың Найзатас деген жерінде дүниеге келген. Азан шақырып қойған есімі Адам Жүсіп. 5 жаста бісміллә деп жаздым хатты. Бұл тағдыр жастай маған тиді қатты деп ақынның өзі айтқандай 5 жасынан бастап-ақ молдадан хат таныған ол 1870 жылы Хамриддин Хазіреттің медресесінде дәріс алады. Молда бір ғана дін сабағын емес, араб, парсы, шағатай тіліндегі кітаптарды да қатты қадағалап оқытады. Мәшһүр 1 жыл ішінде хат танып, өнер білімге, әдебиетке құмар болып өседі. 7-9 жасында ер тарғын, қозы көрпеш баян сұлу сияқты халық жырларын, шығыс қиссаларын жатқа айтады. 15 жасынан бастап ақындық жолға бет бұра бастайды. Мұса Шорманұлы ауылына қонақ болып келгенде, кішкене баланың өнеріне тәнті болған ақын баланың әкесіне: «Сопы, мына балаңа мұнан былай бас киіміне үкі тақтырып қойыңыз. Көз тілге шет болмасын. Бұл өз заманында халыққа мәшһүр болатын бала екен» деп айтқан екен. Содан кейін Жүсіп деген атына мәшһүр аты қосақтала бастаған. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің өлеңдеріндегі қозғалатын мәселелері адамгершілік, имандылық, жұмақ пен тозақ және рухани байлыққа негізделген. Мәшһүр Жүсіптің сонымен бірге дін тарихы, оның ішінде ислам діні тарихы, мәні ерекшеліктері туралы жазғандары бір төбе. Дінді, оның ішінде ислам дінін саралаған Мәшһүр Жүсіптің «Шайтанның саудасы», «Соқыр саңырау» және «Жалаңаш», «Жарты нан» хикаясы, Мәшһүрдің 46 жасына сөйлегені тағы да сол сияқты туындылары бар. Шығыстың классикалық әдебиетін жетік білген ғұлама артына көптеген өшпес мұра қалдырды. Бүгінде қасиетті әулиенің мұраларын насихаттау жылдағы дәстүрге айналып, жас ұрпақ ұлы ғұламаның еңбектерін саналарына терең сіңіруде.